Сәлем достар, Бегарс Ол жабай арнасына қош келдіңіздер. Арнаға тіркеліп кетіңіздер, лүпіл басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Бүгін Бурабайдамыз, бізбен бірге әдемі табиғатты тамашалаңыздар. Астана қаласына қанша жол түссе де Бурабай елді мекенін көру бұйырмапты. Осы сапарымда Ақылбек досымның ықпалымен 1 сағатта жиналып жолға шығып кеттік. Астана қаласынан Бурабайға дейін шамамен 2 сағат. Бурабай шатқалы нағыз керемет өлке. Өзінің теңдесі жоқ табиғатымен барлық келуші туристерді қызықтыратыны сөзсіз. Жол бойы әсем табиғатқа тамсана отырып, межелеген жерге тез жетіп алыппыз. Бурабайдың табиғаты жаз, қыс, күзге қарамай ерекше сұлуланып тұрады. Жасыл орманы, өзен көлі, бірегей пейзажы, таза ауасы адам көзіне де, жанына да дауа. Осының барлығы еліміздің нағыз табиғи маржаны екеніне мақтанасың, таңданасың. Таған сезім айқын, өзің білсің әрбір қазақ айғырбайдың жерін соған сайғы, ел мойын қылып жүрмен маймыл, болмасында жүксін байқыл, менің шексіз ән болып айқыл, далдара болмасын деп қойғыр, себеп оның байдың сенің айғыр, айғыр айлалайлайлай. Айғыр, 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 айлалайлайла, айлалайлайлайлайла. Айғыр, 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 айлалайлайла, айлалайлайлайла. Бурабайға келдік, Абылай ханның алаңына келдік. Абылай ханның алаңы және батырлар жүріне. Бүркітпен, түлікпен. Не деген бүркітпен әкеледі? Может повторять? Нет, это не повторять. Туристер суретке түсіп жатыр. Швейцариядан артық болмаса кем емес. Ақша төлемей. Почему его нету глаза? Закрыть потом. Поворачивайся к маме. Керемет туристер өте көп екен. Қуантарлық жағдай ғой. Қазақстанның туризмі дамып жатыр. Жолдар теп-тегіс, өте керемет көңіл күйде келдім. Тордың мол тұр. Дауыс бар, таныс жоқ деген осы. Бүкіл жерде бүркіт, қазақтың тағы, қазақтың ұлттық киімдері.
айналып. 7 рет айналу керек па? Өзге айта 3 рет айтты. Нам 3 раза сказали. А вот пикадалага. Бірдеңе айт. Күшті ма ұнап отыр ма? Күшті. Мам, уста. Хыппа. Артымыздағы таста кезінде Абылай хан атамыз үлкен кеңестер ашып жиын өткізген. Сол жерге енді қазірде тілегіңді армандап 7 рет айналсаң, арманың орындалады дейді. Жұрттар айналып жатыр, әне көрсеңіздер. Үйректер жүр ана жерде. Жұмбақ тасқа барамыз қазір. Тамаша. Керемет. Папам не отыр ғой? Это пенден кого? Папаның бәрі кім олар? Оқ жетпес, міне жұмбақ тас. Жұмбақ тастың үстіне қазір мінеміз. Қазір мына жерге келіп тоқтаймыз да жұмбақ тасқа мінеміз. Павел Ворона дейді, мен айтамын, мынандай қылып неге жазып кетеді екен? Нешінші жыл туғанға дейін жазып кетті ғой. Жұмбақ тас, тылсым табиғат деген осы, тылсым дүние. Шымкент деп жазып қойыпты ғой. Бұл жақта байқағаным, ауруына шипа іздеп жүрген адамдар көп екен. Ем болсын дейміз. Бұл жаққа келуге сертификатты үкімет береді ғой әрине. Осындай жандарға көмек көрсетпегенде басқа қай кезде көмек көрсетеді еліміз. Өте көп адамдар келіп жатыр. Келіп катамаранға мініп айдауға. Бүгінгі сұхбатымның арамыздағы ең жас жігіт Асанәлі мырза. Асанәлі мырза, жалпы бүгінгі керемет табиғат аясында Қыдырысқа қандай баға бересіз? 5 деген баға бересіз ба? Тамаша, рахмет. Болашақта кім болғыңыз келеді? Мам дейді, мамасынан сұрап жатыр. Мамасынан сұрап жатыр. Болашақта мамасы подкаст көріп отыр. Кім боласың ал? Футболист, дәрігер боласың ба? Полицейский боласың ба? Полицейский я буду. Сен футболист или полицейский боласың, екеуі болу, иә? Я тоже там полицейский машину большую играю. Бұл уже ойыншыққа көшіп кетті. Осындай серьезный адаммен серьезный сұхбат, осы сұхбатты тамашалаған баршаларыңызға Алла разы болсын. Бурабайды аралап, шашлық жеуге келіп отырмыз. Скайфа! Қандай? Скайфа! Скайфл деген, кайф деген сөз. Осылайша кешкі асымыздан кейін Бурабайдан алған кайф сезіммен Астанаға кері қайттық. Бұл саяхаттан, сапардан алған әсер бөлек. Бір сөзбен айтқанда, еліміздің ғажайып өлкесіне міндетті түрде келіп, өз көзімізбен көріп, сезінуіміз керек. Ақбұлақтайын сыңғырлайдың, арналып жатыр тыңдауға күн. Көлігісің, шетел марканың сен,